Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ, жақсы көтерілген бауырсақтың жасалу жолымен бөлісемін. Бұл рецепт бойынша бауырсақтың іші де барлығы жақсы піседі және жақсы көтеріледі. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін маған 600 грамм ұн қажет болады. Електен өткізіп аламын ұнды. Енді жылы су 250 грамм жылы су алдым. Жылы суға жарты үлкен қасық тұз және 1 үлкен қасық дрожжи салдым. Және 2 үлкен қасық сұйық май құямын. Осы жылы суға құямын. 1 үлкен қасық қант саламын және жақсылап суды араластырамын. Содан кейін осы сұйық массаны, жылы суды осы ұнға құйып, қамыр елеймін. Бәрін бірден құямын. Суларыңыз қатты ыстық болмау керек, жылы су болу керек. Басындағы қасықпен араластырамын. Содан кейін қолмен жақсылап қамыр елеймін. Бұл қамыр жұмсақ болып шығу керек. Егер сіздерде қамырларыңыз қатты болып, су аздау болып жатса, тағы да су қосып жіберіңіздер. Әркімде әрқалай болып қалуы мүмкін. Ұн көбірек немесе азырақ кетуі мүмкін. Міне қолға кішкене жабысады, жұмсақ болып шығады. Осы қамырдың бетін жауып, 1,5-2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз, көтерілу үшін. Мен қазір салафанмен жауып қоямын осы ыдыстың үстін. Екі сағат тұрды, жақсы көтерілді, ыдысымнан асып кетіпті. Енді аздап елеймін де, қазір бауырсақ жасайтын боламыз. Кішкене елеп жіберемін қамырды. Қолдарыңызға қатты жабысса, ұн қоссаңыздар болады. Қамыр үлкен болғандықтан қазір 2-ге бөлемін. Көрдіңіздер ғой, жұмсақ болып шыққан қамыр. Осындай жұмсақ болған дұрыс, сол кезде жаңағы бауырсақтарыңызда жақсы көтеріледі, іші де барлығы жақсы пісетін болады. Осы елегеннен кейін үстіне орамал жауып, менен салафан жауып, тағы да бір 10 минутқа қойып қойыңыздар, тағы кішкене көтерілсін. Міне де тағы да көтерілді қамыр. Бір бөлігін аламын. Өте жұмсақ болғандықтан, қазір ұн сеуіп, осы қамырды аздап елеп, жаямын. Қамыр жұмсақ болғандықтан тез жайылады және қамырларыңыз қатты жұқа болып кетпесін. Кішкене қалыңдау болсын. Мен осындай арнайы кружкамен формасы бірдей болсын деп осылай кесемін. Егер де сіздерде арнайы печеньеге арналған формалар болса, осылай кесіп алсаңыздар болады бауырсақты. Немесе бауырсақтың формасын 4 бұрышты жасасаңыздар да болады. Екінші бөлігінде жаямын. Өте жұмсақ және қолға кішкене жабысып тұр. Ұн салдым. Жұмсақ болу керек, бірақ қатты болып кетпесін қамырларыңыз. Және жайған кезде де қатты жұқа болып кетпесін.
Міне барлық бауырсақты дайындап қойдым. Енді бауырсақтың бетіне орамал жауып, тағы да 10 минутқа қойып қоям. Кішкене көтерілу керек. 10 минут тұрды. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай бауырсақ жақсы көтерілді. Барлығын тақтайға салып, қазір пісіреміз. Қалған бауырсақтың бетін жауып қоямыз. Менде май қатты қызыды. Енді бауырсақ пісіріп жатыр. Майларыңыз өте қатты қызу керек. Қызмай жатып пісірмеңіздер бауырсақтарыңызды. Себебі бауырсақтарыңыз дұрыс көтерілмейді. Дұрыс көтерілсе де өте майлы болып кетеді бауырсақтарыңыз. Сондықтан асықпай қатты қыздырып пісіріңіздер. Сол кезде бауырсақ тез піседі. Бір 3 минутта уже бауырсақтарыңыз піседі. Қатты қызыған майға. Міне осындай бауырсақтар болып шығады. Мен ыдысқа салфетка салып, салфетканың үстіне осы бауырсақтарды қойып жатырмын. Қатты отта пісіре берсеңіздер болады, немесе қатты күйіп кетіп жатса, үлгермей жатсаңыздар, ортаңғы отқа қойып пісірсеңіздер де болады. Сұйық майды ыдыстарыңызға аз құйып қоймаңыздар. Жаңа бауырсақтарыңыз сұйық майға толығымен батып тұру керек піскен кезде. Сол кезде үсті де асты да бауырсақтың жақсы пісетін болады. Бауырсақтың екі жағын аударып пісіреміз. Көрдіңіздер ғой, бауырсақ жақсы көтеріліп жатыр. Сіздерге толық процесс көрсетуге тырысып жатырмын. Піскен бауырсақты алып тастаймыз. Осы бауырсақтың рецептісі бойынша бауырсақ дайындасаңыздар, видеоның астына лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Баршаңызға ас болсын.